Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Аққайын бөбекжай бақшасында табысты ішті одақ жобасы жүзеге асырылды. Өмірдің барлық саласында белсенді, шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу ісінде бала тәрбиесімен айналысатын отбасы бөбекжай бақша қоғамның тәрбие ісі кіріктіріліп, жүзеге асуын қамтамасыз ету мақсатында отбасы отанның бір бөлшегі атты тәрбиелік шара өткізілді. Жобаның мақсаты тәрбие жұмысында бірлескен шаңырақ барысында ата-ана, тәрбиеші, бала арасындағы берік ынтымақтастықты қалыптастыра отырып, балалардың толыққанды әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау. Табысты үштік одақ жобасы аясында парасатты әжелер мектебі, ұлағат әкелер мектебі, сырғалым аналар мектебі құрылып, өз жұмысын бастауда. Немере үшін ең мейірімді жан әжелер ұлттық әндерден шашу шашса, аналар өз қолдарымен ұлттық нақышта шырша ойыншықтарын жасап, балаға тарту етті. Әкелер мектебі қазақ күресінен балаларға мастер-класс өткізді. Бөбекжай бақша бүлдіршіндері ән айтып, би билеп, өз өнерлерін көрсетті. Өзімнің немеремді бесікке салдырғалы отырмын. Мына үлкен кісілерді шақырып, сол бесік кәдесін жасатқым келеді. Ол бесікке салатын адам көркем мінезді, салиқалы, сабырлы, мейірімді, қайырымды адам болу керек екен. Келешекте бесікке салғанда менің балам сол кісінің бүкіл болмысын алатындай. Ол кісінің жан-жағы болу керек, өскен-өнген семьясы болу керек екен, отбасы. Сондықтан бүгінге Орынкүл әжені шақырып бесікке салдырғалы отырмын. Бесік ол баланың өзінің үйі. Бесікте бала таза болады. Бұрында көшпелі қалыпта үлкен түйенің үстіне салып өркешінің екі ортасына сол бесікпен көшіп жүретін болған. Ешқандай жаялық ештеңе жумаған. Себебі бала онда өзін таза, өте кәдімгі осы күнгі өмірге сәйкес ешқандай памперс дегенді көрмейтін болған. Сондықтан сіздерге менің өтінішім, бүгінгі кәдені Орынкүл әже сізге беремін. Балам сіздей болсын, сіздің жақсы мінезіңізді берсін, салиқалы өмір сүрсін.
бесік кәдесін айта беріңіз. Үлкен әже, сізге маған үлкен міндет беріп атқан. Сіз рахмет, Алла разы болсын. Ал балақайымды мен бұл өзінің жылы ұясы бесігіне салайын. Бісміллә, менің қолым емес, үлкен бейбатша аналардың қолы. Бұл бесік өзінің кішкене көпшігі болады баланың. Басында айнасы, тарағы болады, қайшысы болады. Баланың бесікке салғанда шүмегі болады, жұмсақ көрпесі болады, белдігі болады. Ал бірінші келінім балаңды ұстайды, бірінші ең жоралғысын жасап жіберейін. Бісміллә деп. Бесік оңғарды ма? Оң ба бесік? Оң. Сол қарды ма? Сол. Оң болды ма? Оң болды. Сол болды ма? Болды. Ал енді біз баланы бесікке салмастан бұрын тыштыма, сыйдымасын жасаймыз. Ал, мына жерде беретінім бар. Ал, қолдарын тосыңыздар. Тыштыма балам, қою мекен шыққан. Алыңыздар сіздерге бұйырсын. Ал, балақай сен келе ғой. Тыштыма, сыйдыма. Әжесі келе қойыңыз. Тыштыма, сыйдыма, қою түштіма. Келе қой балақаны. Қандай берекет. Тыштыма, сыйдыма балақаны. Міне енді сіздердің рұқсаттарыңызбен баланы бесікке салмастан бұрын бірінші аластап жібереміз. Тілдің тілінен, көздің көзінен, бәле жәледен қашық болсын. Баламның ұйқысы тыныш болсын, дені сау болсын, бақытты бала болып өссін, білімді болсын, зейінді болсын, мейірімді болсын, ата әжесіне, бауырларына қолғанат болсын. Ал сіздерден рұқсат болса, бісміллә деп баламызды бесікке салайық. Бісміллә. Балақаным, жатқан жерің жылы, мынау сенің осыда таза, мейірімді, ақылды, саналы, азаматша болып өсуіңе шын жеткенде. Бісміллә, менің қолым емес, үлкен әжелердің қолы деп саламыз. Ал баламыздың айналасына жел соқпасын, тіл көзден аман болсын деп баламыздың бетін жабамыз. Ұйқысы тыныш болсын деп. Бұл баланың үстіне 7 киім жабамыз. Сосын баламызды сатамыз. Құл қыламыз. Құл сатып аласыздар ма? Алыңыздар, құл сатам. Алыңыз, мінекей. Алыңыз. Құл сатып аласыз. Енді баланың әлдейін айтып, бесік жырын айтып, тербетеміз. Әжесі өзіңіз бата беріп жіберіңіз, ештеңе. Ақтай Алла, оңдасын жүріп, еш жамандық болмасын. Осы тілеген тілегім деніміздің саулығын берсін, жан-жағымыз аман болсын. Мына келе жатқан рамазанымыз қабыл болсын, тілегіміз дұғамыз қабыл болсын. Баламыздың бауы берік болсын. Мен Ырғыз аудандық Аққайың бөбекжай балабақшасының күнім тобының тәрбиеленушісі, немерем Самратқызы Аянаттың әжесі Берекеш Құралай. Көпбалалы анамын, аудандық аналар кеңесінің мүшесімін. Бүгін мына қазақтың салт дәстүр әдет-ғұрпын дәріптеу мақсатында қазақтың наурыз айында жасалатын мына наурыз көжесін ұсынғалы отырмын. Ол наурыз көже мына қазақтың өзі қасиетті киелі саны 7 сан ғой, сол 7 түрлі тағамнан дайындалады. Оның бірінші мына қазақтың қыста соғымнан сақталған қазысын пайдаланамыз. Екінші су
тұз, тары, күріш және мейіз. Ең бірінші бұны жасау үшін жаңа мына айтылған қазыны турап, оны қазанға шыжғырып, шыжғаннан кейін жаңа су құямыз. Суды құйып қайнатып, ет пістау деген шамада мына жуып күрішімізді саламыз. Күрішті салып, бұны да жарты сағаттай қайнатып, бұл пісуге жақындаған кезде тарымызды саламыз. Тарымызды да жуып, тазартып, сол